бір нәрсемен адам ауырса, Алла оған өзі ойламаған есіктерді ашады. Негізі бұл нәрсе бар. Адам бүкіл несін, жаңағы ойын, ішіндегі ықыласын бір нәрсеге қойса, адамға өзі ойламаған есіктер ашылады солай. Мысалы, мына светтердің бәрін ойлап тапқан Эдисон бар ғой. Эдисон да сонымен ауырған ғой. Ауырған 10 мың рет жасаған дейді, кітапта айтады ғой. 10 мың рет жасаған, шәкірттері келіп айтқан, болды қоя салсайшы ұстаз деп ше. Сонда әрбір сәтсіздіктен кейін бір сәттілік болатынын мен сезем деген да. Жасай, әл-мисбаху фи-зужаж. Ақыры жаңағы шырақ шынының ішінде деген аятқа келеді де тоқтайды ғой. Біздің қатеміз шыныда дейді. Шынына жасаған кезде, жаңа екінен тигізген кезде жарқ етіп свет жанап айтты. Ауырды сонымен. Ауырды. Алла оның дініне несіне қарамайды. Кім нәрсеге ықылас қояды? Бая Галилео қалай аспан зерттеген мысалы.